Selametlerime. Bugünkü sağımızda biz Python programlama tilinde funksiyalardı göremiz. Bilesizdir, biz degen negizinde o vaqtqa дейін көп funksiyalardı қолдандық. Onlardan ең көп қолданғандарımız misal print edi. Print funksiyası ne isteydi? Bizге деген print'in içine koygan нәрсемізді bizге шығарып береді. Biz көбінесе деген print funksiyasының маңызына түсінбей қаламыз. Неге бұны көп қолдана береміз деп. Biz есептерді шығардық, бірақ нәтижесін көру үшін bizге print funksiyası керек болады. Print funksiyası Python немесе Python tilinde inbuilt functions degenimizge kiredi. Inbuilt degenimiz Python'ın içinde keledi. Yani ol funksiya Python degen jasalan kezinde Python men birge keledi degen manada. Al bizde ikinci tür funksiyalar var. Oğan user defined, yani қолданушының жасаған, қолданушының белгілеген funksiyalar деп айтылады. Biz yani bir programmирование жазған кезімізде бізге керек кезінде өзімізде funksiya жаза аламыз. Yani бұл екінші түрі өте қатты маңызды. Сол бір код тізіміне қайта басқа сандармен қолдана береміз. Әр ретінде басқа сандармен қолданамыз, немесе басқа аргументтермен қолданамыз. Сол кезде biz sol bir koddu qayta жазбастық үшін, сол бір misal 10 liniya, 100 liniya kod жазan болса, соны әр ретінде көбейтіп жазбастық үшін біз деген өзіміз funksiya жасасақ, құрастырсақ болады. Бүгін қалай funksiya құрастырамыз, соны үйренеміз. Funksiya құрастыру негізінде мына жерде берілген. Ең бірінші def деген сөзді қолданамыз. Def деген сөз негізінде define деген ағылшын тілінде бір сөзден келеді. Оның мағынасы анықтау, белгілеу деген мағына келеді. Екінші болса function name, yani funksiyamыздың атауы. Üçüncüsü parameter list, yani parametrelerin tizimi. Mesela bizde бірнеше аргументтер болуы мүмкін. Төмендегі docstring degenimiz болса, бұл funksiya ne istейді? Yani бұл funksiyanın maqsatı ne? Sol жерге комментарий түрде жазамыз. Соның үшін altında және артында 3 тырнақша бар. Төменде болса statement немесе statements, yani бұл жерге біздің funksiyalарды жазсақ болады. Енді біз қарапайым екі санды немесе bir сөзді жаздыратын bir funksiya мен бастасақ болады. Білесіздер, programmированияда hello world деген өте көп қолданылады. Def мысалы сәлем деп жазайық. Def сәлем. Төменде де болса не деп қоямыз? Ағылшын тілінде сәлем деседі. Ағылшын тілінде сәлем береді деп жазайық. Ағылшын тілінде сәлем. Енді төменге түсіп, бұл біздің бұл funksiya не істейтінін мен түсіндірдім. Енді төменге болса print не деп қоямын? Hello деп қоямын. Hello. Енді мен әр ретінде print hello емес, төменге сәлем деп жазайын. Сәлем. Ondan кейін сақтап, және жүргізген кезінде көргеніңіздей маған hello деп тұр. Жоғарыда biz bir funksiyаны ortağa koyduk. Yani biz bir funksiyаны саздат еттік, құрастырдық. Төменде болса, сол funksiyаны біз қолдандық. Кейде оқушылардың ең көп қателесетін жері, мен defті жаздым ғой дейді, бірақ деген ол defті, yani funksiya жазан funksиясын өзі қолданбайды. Сіз funksiyаны қолданбасаңыз, сізге әрине деген оның результаты немесе нәтижесі келмейді. Ал мен мысалы 2 рет сәлем десем не болады? 2 рет сәлем деген кезінде маған 2 рет hello деп береді, көргеніңіздей. Бұл қысқа бір деген код болған үшін, яғни бір линиялық код болған үшін сізге өте маңызды келместігі мүмкін. Бірақ сіз деген үлкен код жазған кезіңізде бұл өте маңызды. Бұндан баса қандай деген кодтар жазып көрсек болады. Мысалы, екінші кодымыз, мысалы барлық қосу, шығару, көбейту және бөлу деген 4 математикалық есепті шығаратын бір kod жазайық. Yani bir funksiya шығарайық. Бұл funksияға алгебраны немесе есепте дегендей бір нәрсе қояйын. Есепте. Есептенің ішінде қазірше еш нәрсе болмасын. Мен аргументтерді келесі videoda түсіндіремін. Есептенің ішінде мысалы A degenimiz
ne olsun? Int input. Yani қолданушыдан bir san kabıldasın. İkinci olsa b deyin ta int input. Yani қолданушыдан ta bir red san kabıldasın. Ondan keyin olsa print a qo'shuv b. İkinci de olsa print a çıgaru b. Üçüncü de print a köbeytü b olsun. Dördüncü de olsa print a bölü b olsun. Ol жерде bir narsani unutib ketdik. Ol da bizning docstring. Yani bizning funksiyamiz ne isteydi? Sonu unutib ketdik. Bu funksiyani yazayıq. Anlamasını yazayıq. Bu funksiya bu function ilk san kabıldaydı. İlk san kabıldaydı. Jeni olardı. Kosadı. Çıgaradı. Köbeytedi. Böyleydi demiş zaten. Böyleydi. Ha. Görgenizdey, endi bizning funksiyamiz tushunibdi bo'ldi. Ne isteydi bizning funksiyamiz? Ikki sonni qabuldaydi. X'imiz qatelesib ketdim. Ikki sonni qabuldaydi, ularni qo'sadi, chiqaradi, ko'paytiradi, yana bo'ladi. Endi bizning funksiyamiz bitdi. Bu yerda saqlayman. Biroq qo'ldangan jo'qman, so'ng shuni buni qo'ldanishim kerak. Esepni. Endi saqlab, yana yurgizgan kezimda mendan son so'raydi. Birinchisini 10, ikincisini olsa 5 deb bereyim. Ko'rganingizdek, ne bo'ldi bu yerda? Tömende ma'an 4 esep chiqarib berdi. Birincisi 15, ya'ni a men buni qo'shiluv, ikincisi 5, 10dan 5 chiqaruv, üçüncüsü ko'paytuv, to'rtinchisi bo'lsa bölüp. Bu neye kerak? Men bu 4 esepni boshqa yerlarda qo'ldanatım olsam, kodumda boshqa yerlarda kerak bo'lgan kezinde bu esepte degan so'zni mana kodlardan Mana 6 linya kodun orada tek qana esepti deb yazıp qo'llansam bo'ladi. Ya'ni bu ma'an so'an mumkinlik beradi. Bugun biz savamızda degan funksiyalar qalay qurashtiribdi ko'rdik. Ol yerda def degan so'zning ma'nosini, ondan keyin funksiyanın atağını qay yerga yozatanımızda yaxshi mendetli kerakli bo'latanini aytib Ondan başqa bizga ne kerak? Funksiyanın ne jasaytanını belgilep ketüyümüz. Nemesi yazıp ketüyümüz gerek. Onu key dediğin, biz dediğin öz kodumuzda yazan kezimizde unutkan kezlerimiz boladı. Programistler bolarak. Son üçün kodunuza hemişe komentariya yazıp ketiniz. Және ol funksiya ne jasaytım olsa sol kodlarda yazatan yerlerimizde gördük. Bunun altında da bayqan bolsanız indented block yani boş orun kaldıramız. Boş orun negi bizden bu funksiyalarımız mana jerdagi def degan funksiyaga tiisli. Def degan so'zga, ya'ni funksiya qurashtiruvga tiisli degan ma'noga keladi. Ondan keyin bo'lsa, yozgan funksiyamizda tömende qo'llanishimiz kerak. Bugungi savolim sizga tushunarli bo'lgan deb o'ylayman. Kelasi videolarda ko'rishguncha xo'sh, sog' bo'lingizlar.